тіліңді калимаға келтіріп оқып үйрену. Бұлай қарасаң дұрыс насихат. Бірақ дегені бар. Сенің тілің ғана калимада болу керек пе? Әлде өкіл жан дүниең Құдайдың барлығын мойындап, сол Құдай жаратқан жаратылысты жүрегіңмен жақсы көру керек пе? Кеше бір уақытшының айтқанын естіп қалдым. Әр жұма сайын мешітке барып 1 сағат Құдаймен тілдес дейді. Ол жерден шықта басқа уақытта білгеніңізді істе дегені ме? Не болады деймін де сол 1 сағат. Мен өзім әр сәт сайын тілдесем, бір іс әрекет жасар алдында Құдайға жақпайтындай әрекет емес пе деп ойланып алам. Тілің калимаға келгенмен жүрегің келмесе пайдасыз ау. Әлгі сыртқы жарнамасы айғайлап тұрған, ішін ашсаң сапасыз дүние шығатын тауарлар секілді болмай ма? 5 уақыт намазыңды оқып, калимаңды қайтарып жүріп, жұма сайын мешіттен қалмай барып жүріп, сол уақыттарда ғана өзіңді басқаша ұстап, басқа уақытта өзгеру. Бұл жасандылық, екіжүзділік. Құдайды да, өзіңді де алдау деп ойламайсыз ба? Пайғамбар Құранды насихаттаған. Құранды насихаттайық деп тағамыз. Дұрыс аға, насихаттайық. Сахабалар насихаттайық. Арабтың бүкіл үрім бұтағын түгендейік. Ал біздің өзіміздің қазағымның тарихын кім насихаттайды? Салт дәстүрінше ұмыта салайық баға. Аға буын сіздер арабты насихаттасаңыз, арттағы ініңіз немесе балаңыз мен де соны насихаттасам. Қазағымның болашағы бұлыңғыр десеңізші.